Сәлем достар. Бүгін біз ер адамдарда кездесетін аденома простатасын емдеу жөнінде айтамыз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Аденома простатасы көбіне 40 жастан асқан ер адамдарда пайда болады. Ауру білдіртпей жүріп, аяқ астынан ұстап қалып, зәр мүлдем жүрмей қалса, науқастың жағдайы қиын болады. Аурудың алғашқы сатысында мына емді қолданып көріңіз. 2 килограмм фундук жаңғағын тазалап, қабығын аламыз. Емге қабығын қолданамыз. Қабығына 3 литр суық су құйып, жарты сағаттай қайнатамыз. Судан кейін отты басып, баяу отта 4 сағат қайнату керек. Суытып, дәкемен сүзіп, банкаларға бөліп құямыз. 2 ас қасықпен 2 мезгіл 2 ай бойы ішу керек. Тоңазытқышта сақтап пайдалану керек. Тағы бір айта кететін мәселе, простата аденомасын простатитпен шатыстырмау керек. Простата аденомасында без тінінің үлкеюі, өсуі болса, простатит ауруында безде қабыну немесе инфекциялық процестер жүреді. Фундук жаңғағының өзі де ер адамдарға пайдалы. Ол жыныс мүшелерінде қан ағысын жақсартады. Сперматозоидтардың пайда болуын ынталандырады. Тестостеронның қалыптасуын жақсартады. Назар аударғандарыңызға рахмет.